2014 жылғы Lexus 5972. Балондардың состояниесі өте жақсы. Сыртқы пішінінде жалпы бір деталінде акрасы бар, кішігірім шпакпен. Қалған жерлерінде краскасы таза, өзінің заводтық акрасында. Гибрид машинамыз 2.5. Так, бізде повторитель поворотника. Комплектациясында капот таза, бампер таза, есігіміз таза. Ішкі жағына келетін болсақ, 2014 мінекей Винкода, Made in Japan, жапониялық сборка, плавающее сиденье, электропакет. Так, ішкі жағында режимдер Eco Normal Sport комплектациясында. Қазір машина оталып тұр. Дверной карталарының бәрі таза. Панеліміздің бәрі таза. Төбеде бізде люк, потолок таза, аппақ, аққа қара. Ортада коробкамыз мінекей қалтқысыз жұмыс жасап тұр. Типтроникте бәрінде ешқандай ақаусыз. Так, екі режим бар. Мінекей спорт режимі бар, эко режим бар. Өшіріп қойсақ болады. Нормал 3 режим бар екен, общий. Артқы жағына келсек, артқы жағы стандарт, әдемі, тап-таза, барлығы кожалары состояниесі өте керемет. Машинамыз осындай жағдайда. Өте көлік көп. Осыған байланысты камерасы бар задний. Тап-таза, мінекей парктрониктардың бәрі жақсы жұмыс жасап тұр. Енді сұрауымыз бойынша бампер ауыспаған дейді, бірақ кішігірім бір отличие бар түстерінде. Может, пластик. Стоп. Так, багажын ашып жібер. Багаж жаққа келдік. Багаж бізде ішінде осындай заттармен бірге, Құдай қаласа, елге жол тартады. Мінекей гибрид маймен подарки қойып қойыпты. Астында ремкомплектісі өзінің заводской штамповкасы полностью. Так. Багаж өте кең. Оң жағында бізде аккумулятор орналасқан гибридке. Так, алға бересің ба? Мына қисық қойып қойдым. Дүзеп қойсай. Осы машина жалпы